жалпы бүгінгі таңда 2024-25 оқу жылында дайындық тобын қосқанда 802 оқушы бар. Мектеп 1973 жылғы мектеп салынған. Енді жаңағыдай қазіргі жаңа мектептер сияқты емес, негізі болады, оқуға, білім алуға болады. Бір ауысымға енді сыймайды, негізі 600 орындық. Бір кедерген бүкіл меніңше енді республика бойынша мына қазір мынау уақыттың, сағаттың ауысуына байланысты кешкі екінші ауысымда үйге қайтатын балдар сәл кеш қараңғыда қайтып жатыр. Иә. Биылғы оқу жылында қазақ тілі пәнінен бір оқушымыз, 9-шы сынып оқушысы облысқа жолдама алды. Қазақ тілі пәнінен. 2024 жыл қанша ұстаз жұмысқа келді және қанша конкурспен келді ме, әлде конкурссыз қабылданған? 3 ұстаз емес, қосымша білім беру педагогтары штат бірлігі берілді. Конкурс бойынша 3-еуі де конкурстан өтіп келді. Неден жарияладық МОБД-ға. Сол бойынша 3 орынға 3 жас маман, былтыр бітірген мамандар. Солар конкурс негізінде келді. Газдың тапшылығы жоқ. 2200 квадрат ісіп жатыр. 2021 жыл жаңадан қойылды 2 котел. Давлениялар бәрі жақсы. Газды уақытта бәрі нормально істеп тұр.